Ең бірінші ұнымызды салып аламыз. Соған еріген майымызды қосамыз. Бір жұмыртқа, бір қасық шай қасық қантпен бір шай қасық тұзымызды қосып аламыз. Сливкидан 50 грамдай сливкиді қосамыз. Сөйтіп осыдан қамыр жасаймыз. Егер сұйықтығыңыз аз сияқты болса, сливки тағы кішкене қоссаңыздар болады. Міне осындай қамыр шығу керек. Қатты емес, қатты жұмсақ емес. Ішіндегі начинкасын жасау үшін бізге фаршымызға ұсақ туралған пияз бенен кішкене сливки қосамыз. Сол кезде фаршымыз жұмсақ болады. Қамырымызды осындай кішірек 40 грамдай алып, домалақ қып жайып, соған начинкамызды саламыз. Бір шетінен кесіп, сосын тюльпанымызды орап жасаймыз. Мен бір қолмен түсіріп тұрғандықтан кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Екі қолмен істесеңіздер өте әдемі шығу керек. Үстіп түйіп аласыздар. Сосын үстіп тұрғызып қоямыз. Осындай ашылмаған тюльпандарымызды өзіміздің табамызға, май жағылған табаға қоямыз. Енді осыны духовкаға саламыз. Короче, там көрейін деп жатырмын. Песочный болу керек. Вкусный.